Баршаңызға сәлем. Бүгін ауызашар дастарханы ерекше дәмі тіл үйіретін қазақша десерт шоколадты джем дайындаймыз. Небәрі 3 қана заттан ең оңай десертті сізде міндетті түрде жасап дастарханыңызға ұсынсаңыз болады. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ендеше бастайық. Ең алдымен осындай талқанымызға еріген сары майымызды, осындай сгущенкамызды қосып, қасықтың көмегімен немесе қолыңызбен жақсылап араластырып алыңыз. Мінекей бізде осындай масса болады. Енді осындай формаларға біртекті етіп салып шығатын боламыз. Мінекей бірінші формамыздың барлығын толтырдық. Енді екінші формамызға да дәл солай толтырып біртекті етіп салып шығамыз. Формамыздың бәріне салып болдық. Енді морозильникке 10 минутқа қойып қоямыз. Енді сәндеуге шоколадтарын дайындаймыз. Ол үшін осындай кондитерский мешокқа қара шоколадтан, ақ шоколадтан өзіңіз қалауыңызша салып, қайнап тұрған ыстық суға ерігенше қойып қоямыз. 10 минут өткеннен кейін талқандарымызды формадан алып, осылай тәрелкеге қойып шығамыз. Енді формамызды дайындап, жаңағы еріген шоколадтарымызды қалауымызша құйып шығамыз. Бірінші қара шоколадтарды құйып, енді жаңағы талқандарды қайтадан орнына орналастырып шығамыз. Енді ақ шоколадымызды дәл солай құйып шығып, жаңағы талқандарымызды да форманың үстіне дәл жаңағындай қойып шығамыз. Мінекей дайын болған джемдарды қайтадан морозильникке 10 минутқа салып аламыз. Тура 10 минуттан кейін жаңа формадан джемдарымызды алып аламыз. Не қараңыздар, қандай әдемі болып шоколадтарының бәрі біртекті өтіп шықты. Осымен өте оңай, дәмі тіл үйірер шоколадты джеміміз дайын. Сізде ауызашарға міндетті түрде жасап көріңіз. Қонақтарыңызға да, отбасыңызға да ұнары сөзсіз. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған аягөз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.